Бүгін сіздермен ерекше дәмді болып шығатын кекс дайындайтын боламыз. Видеоның соңына дейін қарап, менімен бірге жасап көріңіздер. Бізге керек заттар: ұн, сүзбе, қант, сұйық май, қопсытқыш және де жұмыртқа керек болады. Ыдысымызға жұмыртқамызды, қантымызды салып араластырамыз. Сұйық майымызды қосамыз. Шым-шым тұз қосамыз. Қопсытқыш, сүзбе ұнымызды салып, қамырымызды илейміз. Керек заттардың барлығының мөлшерін мен төменге жазып кетемін. Сол жерден қарап көрсеңіздер болады. Құрамында сүзбе болғаннан кейін біздің кексіміз өте дәмді болып шығады. Қамырымызды бірден жая беруге болады, жұқа етіп жайып шығамыз. Міне осындай жұқа қамыр шықты. Бетіне өз қалауларыңыз бойынша кез келген тосап түрін қолдансаңыздар болады. Толықтай жағып болғаннан кейін бетіне мейіз себеміз. Міне барлығын осы видеода көрсетілгендей етіп жасап шығамыз. Ыдысымызға орналастырып, 180 градуста 25-30 минуттай пісіріп аламыз. Бетіне сары май салуды ұмытпаймыз. Міне осындай ерекше дәмді кекс дайын болды. Жасап көріңіздер, ас болсын.